Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, жұмсақ болып шығатын испанский чизкейктің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылып қойыңыздар. Чизкейк үшін бізге 550 грамм творожный сыр, 250 грамм клейгей, 25 грамм кукурузный крахмал, 4 жұмыртқа, 170 грамм қант қажет. Заттардың мөлшерін описанияға қосымша қалдырамын. Осындай шұңғыл ыдысқа творожный сырымызды саламыз және де оған қантымызды қосып, миксердің ең төменгі жылдамдығында жақсылап араластырамыз. Миксермен араластырған кезде творожный массамыз ұшып кетуі мүмкін, сол себепті ортасы терең ыдыс аламыз. Массамыз толығымен жақсы араласу үшін осылай ыдысымыздың жиегіне ұшып кеткен массамызды жиып, ортасына түсіріп, жақсылап бір араластырып шығамыз. Миксермен шамалы араластырып, бір жұмыртқадан қоса отырып, қайта миксермен араластырамыз. Яғни жұмыртқамызды біртіндеп қосамыз. Әр жұмыртқаны қосып болғаннан кейін шамамен 1 минуттай миксермен араластырып, келесі жұмыртқаны қосып отырамыз. Сонымен қатар жиегіне ұшып кеткен массамызды осылай ортасына түсіріп отырамыз. Және де соңғы жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болған соң оған клейгейімізді қосамыз. Клейгейіміз 33%-дан жоғары болуы тиіс. Массамыз біркелкі болғанша қайтадан жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болған соң, ең соңынан кукурузный крахмалымызды қосып, бір келкі болғанша араластырып аламыз. Кукурузный крахмал ұшып кетпес үшін осылай шамалы араластырып аламыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығында бір келкі болғанша шамамен 4-5 минуттай араластырамыз. Және де араластыру барысында жиегіне ұшып кеткен массамызды осылай жиып ортасына түсіріп отырамыз. Чизкейкті жасау өте оңай, көп затты талап етпейді, өзі ерекше әрі дәмді болып шығады. Бұл чизкейктің дүкендегі бағалары 6000 теңгеден жоғары. Бірақ егер өзіңіз жасайтын болсаңыз, өзіңіз тұратын өңірдегі азық-түліктің бағасына қарай орташа алғанда 3000 теңгедей қаражатыңыз кетеді. Одан да аз суммада кетуі мүмкін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де осы рецепт бойынша өзіңіз заказға жасап сатсаңыз да болады. Творожный массамызды араластырып болдық. Осындай консистенцияда болуы тиіс, яғни өз формасын осылай араластырған кезде бірден жайылып кетпей, өз формасын ұстап тұрады. Және де ауасын шығарып жіберу үшін осылай араластырып аламыз. Форманы осылай видеодағыдай дайындап, творожный массамызды ішіне құйып шығамыз. Пергамент қағазын осылай жиегіне төсеп, және де пергамент қағазы биік болып тұруы тиіс, себебі пісірген кезде творожный массамыз, яғни чизкейгіміз өте биік болып көтеріледі.
Массамыз біркелкі болып жату үшін осылай жаймендеп ақырындап айналдырып шығамыз, немесе лопаткамен бетін түзелетіп шығамыз. 220 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут шамасында пісіріп аламыз. Біздің чизкейгіміз пісті. Беті осылай күйіп піседі және де осылай қозғағанда ортасы былқылдап тұрады. Сыртындағы формамызды және де пергамент қағазын толығымен суығаннан кейін аламыз. Чизкейгіміз толығымен суығаннан кейін өз формасын жақсы ұстайтын болады және де ортасы шамалы түседі. Дайын болған чизкейгімізді қаламұшша жеміс-жидектермен немесе ерітілген шоколадпен ұсынамыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Алдағы жаңа видеоны жіберіп алмас үшін каналыма жазылып қойыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментарияға қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Лаура.